Сол енді мақтанатын нәрсе ма, сол тарататын нәрсе ма? Кешкірген мезгіл қоңырау шалды дос балам. Әңгіме құрып достар жиналып көтерсек дейді тостаған. Жарайды дедім. Келістім бардым, отырдық біраз жайланып. Өсек басталды, қыздар жайында оттаған. Міне қызық. Маған да қызық, зер салып тыңдап шамалы көңіл бөлдім мен. Өсек басталды, қыздар жайында әңгіме кетті өрбумен. Қазбалап қыздың өткен кеткенін, жер жебіріне жеткенше оғажап міне еркектен шыққан өсекшілерді көрдім мен. Таң қалдым. Сәл ойландым да басымда қатты. Тарылды кенет тынысым. Түсінбедім мен өсек айтатын бұл еркектердің жүрісін. Бір қызды көрсетті. Үшеу шықты, мына қызды мен биткем деп. Байдан шыққан ол деді кенеттен әспеттейді де бірі тым. Болып жатқан әңгімелердің бірі өтірік, бірі шын. Өтірігі сәл көбірек, бірақ азырақ екен шыны тым. Қыз жайлы өсек. Сол қыздың бағын байлауы мүмкін. Негізі байқап сөйле, аңдап сөйле, ойланып сөйле жігітім. Өсек кетті өрбіп, қыздар жайында әңгіме қатты басталып. Ал мен отырмын ызаға булығып, жарылуға да шақ қалып. 90% әңгімелері қыз туралы екен бұлардың. Махаббаттасу, жатаққа бару әңгіме емес қой, ауыз толтырып айта қоярлық мақтанып. Мақтанатын нәрсе емес қой ол шынымен де. Бір досым маған бұрыла қарап, басқаша оймен сөйледі. Сенде де түрлі қыздар бар шығар. Суреті бар ма, ортаға ғана? Суреті бар ма, ортаға ғана қой деді. Төк білмес төй боп отырғанымен қызың көп деді сыр тартып. Тіріліп жүрген шығарау дейді талай қыздардың көйлегі. Мен де қарап қалмадым. Бар дедім. Ауырлаттым да бұл әңгіменің басымын. Менің де талай аруларым бар. Бар дедім талай ғашығым. Қолфонымды алдым, ортаға салдым. Қайтер екен деп әдейі осында отырған бір досымыздың суретін қарындасының. Реңнен грәм. Бағанағы ылаң қалмады шама шалқуға. Намысы жібермей отырды досым қарындасым деп айтуға. Айта алмайды. Кенеттен тұрып жігіттер менің шаруам шықты деп сұранып, оқталды жігіт көңіл күй жоқ үй жаққа жайлап қайтуға. Отыршы дедім. Орнынан тұрып ыңғайлы болған сәт дос. Ал досым өкін, саныңды соқшы, әттең айдеш, қап деші. Сенің де жаңа көрсеткен қызың суретін алып біздерге, біреудің қызы, біреудің қарындасы, біреудің шығар әпкесі. Уайымдама, қарындасыңның ақылды екенін білесің. Мен көрсеттім, бірақ еш дәлелім жоқ, көрсеткенім жай ресім. Сабағы жақсы ибалы қыз ол. Сені мен мені тең көріп, үнемі келіп домбыра үйреніп, гитара үйреніп жүретін. Осыдан кейін достың көңілін шамалы ойлар жайлайды. Барлығы үнсіз өздері айтқан өсектер жайлы ойлайды. Мейлі шын болсын, мейлі өтірік болсын, қыз бала жайлы сыр шашпа. Себебі мақтанып айтқан әңгімең сол қыздың бағын байлайды. Еркектер жайлы не айтсаң мейлі. Тәсір етпейді еркекке. Нәзік жандардың артынан өсек айтуға мүлде болмайды. Сен айтқан өсек ол қызға кейін сыйлауы мүмкін мол қайғы. Біз сенгішпіз, көргенге емес, естіген сөзге неге тым? Шындықтың өзі өсекке неге жасай алмайды бөгетін. Көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап көрмеген біреу жайында өсек айтса екіленбестен, еш ойланбастан сенесің. Неліктен осы қатты сенесіңдер? Берілесіңдер сондайға? Өзің танысып, жайлап білісіп түсінісуге болмай ма? Біреуден естіп жаттайсыңдардағы, таратасыңдар әр қарай, көз жетпеген істі баяндап, жүреді ғажап сол қайға. Ешқандай да мақтанатын нәрсе емес жігіттер мынау. Намыс қайда, ар қайда, ұят қайда, еркек емессіңдер ме? Көпке топырақ шашпаймын, шынара жігіттерде бар әңгіме. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Сосын ренжімей болса қолдарыңнан кесе мына жерде гуанжуды басасаңдаршы. Ербегейде, сербегейледі де гуанжу қылып жүрсіңдер ғой, бізді де біраз көретін ел болсын. Немене беле гуанжу қылмайсыңдар, деп айғайлап тұрсаң. Ойнап айтам әрине достар. Бірақ шамы бар қазағымыздың қыздарын құрметтейік, аялайық, олар туралы әңгімелерді қысқартайық. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Сәлеммен Аршын. Гуанжуды басып жіберіңіздер.